Энергетикалық холдингінің компаниялары ішкі үдерістерді цифрландыру және автоматтандыру бойынша жұмыстарды жалғастырып келеді. Айталық Алматы мен Алматы облысының бірқатар аудандарына энергия жеткізуші Алатау жарық компаниясы диспетчерлік пункттерді қайта құрылымдау жобасын іске асырды. Компания өндірістік жұмыстарды цифрландыруды қарқынды жүргізіп келеді. Қазақстанда алғашқы болып 6 ауданда диспетчерлік бөлімшені жедел ақпараттық кешендермен жарықтандырды. Қазір осы программаның арқасымен барлық сигналдарды біз қазіргі уақытқа дәл уақытта көре аламыз. Және де диспетчерлар орында отырып жұмыстарын істей алады. Толығымен автоматтандырылған. Барлығы 700 ТП-ға біз телемеханика шкафын қойдық. Және де осы ТП-лардан диспетчер әртүрлі сигналдарды көре алады. Осы бейне қабырға арқылы диспетчер керекті трансформатор жайында барлық мәліметті біліп отырады. Энергия нысандарындағы телеметриялық деректер орталық диспетчерлік пунктке беріліп, барлық технологиялық процесс қадағаланады. Апаттық ескерту жұмыстары тездетілді. Диспетчерские, мысалы, қоңырау шалады. Осы жерде свет өшті, олар бригаданы жібереді, олар бірінші көреді, өшті ме, өшпеді ме, қай жерден өшкенін. Ал қазіргі кезде ол өз орнынан трансформаторын қосалқы станцияның ашып, видеопанельден оң көре алады, кернеу бар ма, жоқ па, өзгерістер бар ма, сол жағынан жұмыстар тездетілді. Самұрық энерго акционерлік қоғамы мамандарының айтуынша, цифрлық технологияларды енгізу арқылы өндірістің қуаты артады. Сөйтіп электр торабындағы тоқ кернеуі тұтынушыларға кедергісіз жетіп, әр үйде жарықтың негізсіз сөнбеуін қамтамасыз етеді. Алмас Садуақас, Эдуард Кон, Хабар 24, Алматы.